Сәлеметсіңдер ме, балақайлар? Бүгінгі біздің оқу қызметіміздің тақырыбы бір және көп. Мақсаты балаларды заттар тобының ортақ белгілерін тауып, заттарды белгілі бір қасиетіне қарай үлкен, кіші деген топтарға біріктіре алуға үйрету. Бір жеке затты тауып көрсету және көп екенін ажырата білу. Мысалға, мына суретті алайық. Бір кірпі және көп кірпі. Келесі тапсырмаға көшейік. Қайсысы біреу дейді? Үй ме, жоқ ағаш па? Әрине үй. Алына келесі тапсырмада қарындаш көп па, жоқ кітаптар көп па? Әрине кітаптар көп. Қарбыз біреу ма, жоқ саңырауқұлақ біреу ма? Саңырауқұлақ біреу екен. Өте дұрыс айтасыңдар. Машина көп па, жоқ мотоцикл көп па? Әрине дұрыс, мотоцикл көп екен. Жарайсыңдар, сендер өте ақылдысыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сәйкестендіру керек. Үлкенмен үлкенді, кішімен кішіні. Күшікпен кішкентай сүйекті, үлкен итпен үлкен сүйекті. Өте дұрыс. Жарайсыңдар. Ендеше бойымызды жазып, жақсылап бір серігіп алайық. Келесі кезекті карточкамен жұмыс жасауға берейік. Қайтып айтамыз. Біреуі ішінде, сыртында. Ішінде, біреусі сыртында дейді. Раяна, дайынбыз ба? Кішкентай адам. Қысқа және ұзын екен. Айжұлдыз, дайынбыз ба? Біреусі жылап тұр, біреусі күліп тұр. Көңілді, көңілсіз. Нұрай? Мынау құдық, соның торғай қай жағында тұр? Біреу үстінде, біреу астында. Жарайсың, біреу астында, біреу үстінде. Ал, Алихан, сенде қандай сурет екен? Біреуінің үсті кір, екіншісі балалар, кір және қандай болады? Тап-таза. Біреусі лас екен, біреусі таза екен. Ал, Али. Дұрыс айтады, мынада терезе біреусі ашық тұр, біреусінде жабық тұр дейді. Ал, Аружан, суретімізді ашып көрсетеміз. Қауырсын және мынау спорттық гантель екен, е? Мынау қандай, мынау қандай? Мынау қызыл, мынау ақпен сары. Жоқ, тұсын айтпаймыз. Мынау құстың қауырсын үрлесең ұшып кетеді. Демек ол қандай? Жеп-жеңіл. Ал мынау темірден жасалған? Ауыр. Ал, Ербақ. Мыналар не істеп жатыр? Ойнап жатыр. Бұл жерде қандай қылып айтамыз? Біреусі өзіне қарай тартып жатыр, біреусі ары қарай не істеп жатыр? Ары қарай тартпайды, ары қарай итереді. Ал, Гүлнұр, бізде қандай сурет екен? Мына екі бала қандай? Мынау кішкентай, мынаудан. Кішкентай емес, мынаусы толық екен, томпақ бала, екіншісі арық бала екен. Ал, бізде қандай сурет, Нұрасыл? Біреу жастық, біреу тас екен, бұлар қандай? Жастық қандай? Жұмсақ болады, тас ше? Қатты болады. Демек, жұмсақ және қатты екен. Оң қолында 5 алма. Міне, 5 салып алдың, Сол қолында 3 алма. Тағы, 3 қосамыз. 3. Барын қосып санасаң, болып шығады неше алма? Санаш? Мұны жақтан санаймыз ғой, Айша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс санамадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 екен, көрдің бе сен?
Балаларына келесі тапсырма алдарында тұрған қарбыз бен пиццаның дұрыс орналастыра білейік. Сандармен пиццадағы әр дәнектердің сандарына қарай дұрыс орналастыруымыз керек. Кән бастадық. Орналастырамыз. 1 деген санға 1 түйіршігі бар, 2 деген санға 2. Санауды үйренеміз, және санның таңбасының қандай болатынын есте сақтаймыз. Орналастырамыз. Санап барып қоямыз. Өтірік қойып қоймаймыз. Бес демек, 5 деген санға орналастыруымыз керек. Кім жапсырып болды? Кән, ашып көрейік. Дұрыс па, дұрыс емес па? Так, мынау 3 дейді. 3 деген санда тұр, дұрыс. Мынарада 5 екен. Бұл дұрыс емес. Мынарада 5, сенде саны 4. Мына 1-ді көре салайық. 1-де дұрыс емес, мен 6, Алитке дұрыс емес. Кән, Нұрайткен көрейік. 3, 2, 1, 5, 4. Нұрайтке дұрыс. Кән, Айжұлдыздың қарбызы дұрыс па екен? 6, 1, 3, 4. Айжұлдызге бәрі дұрыс. Так, мынау 4, 5, 1, 2, дұрыс. Алиханке де дұрыс. Кән, Айшанкен көрейік. 1, 2, так, мұнан көрейік. 4, 5, дұрыс, бәрі дұрыс. Ал, Нұрасылдыкен көрейік. 1 дейік, дұрыс. 2, 3, мұна екеуі дұрыс емес екен. Мұна екеуінің орны ауысып кетті. Кән, Аружан, сендер болдыңдар ма? Көрейік. 1, 2, 3, 4, 5 дұрыс. Сен Ербақыт құрастырамай қалып кетіпті. Ербақытқа көмек керек екен. Кән, Раяналардкен көрейік. 1, 2, 3, 4, 5 дұрыс. Ал балалар, бүгінгі алған біліміміз үшін өзімізді жақсылап бір қошеметтеп қояйық.